Армысыздар, Елбес телекомпаниясының тікелей эфирінде жаңалықтар. Сіздермен Бибінар Хамидқызы, бүгінгі хабарымызда. 10 жылда алғаш рет орталық жағажайда құмдағы стадионды күрделі жөндеуден өткізеді. Баянауылдың курорттық аймағында полицейлер масан жүргізушіні қуды. Бұрынғы күйін қайтарыңыз. Павлодар тұрғыны Щедрин және Украинская көшесіндегі жөндеу жұмыстарынан кейінгі шырық тесік асфальтты қалпына келтіруді талап етуде. Тауып залалсыздандыру. Кинологтар есірткі табу мен қылмыскерді ұстау тәсілдерін көрсетті. Павлодар облысында биыл өсімдік шаруашылығын қолдауға 3,5 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінген еді. Соманың басым бөлігі игеріліп отыр. Алайда тауар өндірушілерге су жеткізу құнын арзандату бойынша шаралар әлі де назарда. Егіс жұмыстарын жүргізу аяқталған шақта мамандар қаржыландыруға бөлініп игерілген сомаларды жария етті. Биыл өсімдік шаруашылығын қолдауға 3,6 миллиард теңге субсидия бөлінген еді. Салыстыратын болса, өткен жылы бұл қажеттіліктерге 4,2 миллиард теңге жұмсалған болатын. Минералды тыңайтқыштардың құнын субсидиялауға 914,4 миллион теңгені игеру бойынша 100% көрсеткіш 139 өтініш келіп түскен еді. Тұқым шаруашылығын дамытуды қолдауға 886,5 миллион теңгеге толық игерілді. 221 өтініш келіп түскен еді. Ең соңғы пестицидтердің құнын субсидиялау жүргізілген. Бұған бізде 1 миллиард 523 миллион теңге бөлінген еді. Енді ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге су жеткізу құнын арзандатуға бөлінген 308 миллион теңгеден астам қаражатты игеру жүргізілуде. Бұл ретте Екібастұз, Ақсу қалаларының ауылдық аумақтары және Павлодар ауданындағы аграрийлер субсидияланатын болады. Нұрхан Бекешев, Станислав Кегин, Елбес телекомпаниясы. Баянауылда нағыз фильмдегідей көлікті қуған. Оның бейнесі Елбес телеарнасының ресми парақшасында жарияланды. Оқиғаның немен аяқталғанын әлеуметтік желі жаңалықтарынан білесіздер. Көрейік. Павлодар облысындағы демалыс аймақтарының бірінде мас күйінде көлік басқарған жігіт ұсталды. 23 жасар ер адам Торайғыр ауылына келіп, қонақта ішімдік ішіп, артынан достарымен Жасыбай көліне бармақшы болған. Мас күйінде автомобиль тізгініне отырған үшін әкімшілік хаттама толтырылды. Балаңыз жазғы демалыста немен айналысуда? Елбес телеарнасының оқырмандары бүгін осы сауал төңірегінде ойларын білдірді. Ол талқылауға сіздер де қосыла аласыздар. Әріптестеріміздің бірі өз парақшаларында Ертіс променадта өтетін шаралардың кейінге қалдырылғанын хабарлады. Ол Абай облысындағы қиын жағдайға байланысты. Дұрыс, бұлары жақсы болды. Үздік дәнекерлеушілер қалай таңдалады? Бүгін тілшілеріміз арнайы барып, шынайы бәсекені көзбен көрді. Ол туралы шағын үзілістен кейін қазір жарнама. Сіздің автокөлігіңіз жүрмей қалды ма? Диагностика және шұғыл жөндеу қажет пе? Экспресс жаңа автошеберханасына келіңіздер. Сіздің қызметтеріңізге жүрістік бөліктерді жөндеу, доңғалақ ауыстыру, майларды ауыстыру, салқындау жүйесін шаю, кепілдіктен кейін қызмет көрсету, компьютерлік диагностика, доңғалақтар геометриясын реттеуге арналған компьютерлік стенд, отын бүріккіштерді тазалау, қозғалтқыштарды жөндеу, іштен жанатын қозғалтқыштардың агрегаттары мен трансмиссиясын ауыстыру, газ тарату механизмінің белдіктері мен жетектерін ауыстыру, ажыратқыштарды ауыстыру, заманауи жабдықтар, қолжетімді бағалар, жылдамдық пен кәсіпқойлық. Осының барлығы Экспресс автошеберханасында. Орталық өнеркәсіптік аймақ 2, Hyundai орталығының жанында. Телефоны 8 707 125 7002. Адам иммун тапшылығының вирусы. Қорқудың қажеті жоқ, білу керек. АИТВ жұғу жолдары жыныстық қатынас кезінде қан арқылы. АИТВ жұқпасы бар анадан балаға. Адамдар әдеттегі тұрмыстық қарым-қатынас кезінде АИТВ жұқтырамыз деп қорқады. АИТВ қай кезде жұқпайды? Амандасқанда, құшақтағанда, сүйіскенде, тер және көз жасы арқылы, ыдыс аяқ және ас үй жабдықтарын пайдаланғанда.
ауа арқылы, су ойыншық арқылы, хауыз, душ, сауна, әжетхана, жәндіктер шаққанда. АИТВ достық арқылы жұқпайды. Қауіпсіз жолды таңда. Сәтті жұлдызда той. Бинго той. Ұлттық лотерея Бинго той тиражында мега сыйлықтар ойнатады. Ақшалай сыйлықтар, джекпот, автокөлік, саяхатқа жолдама мен саяжай иесі атану мүмкіндігінен қорғалмаңыз. Бинго той мерекелік тиражы 25 маусымда өтеді. Билет сатылымы басталды. Толық ақпарат сату орындары мен nz.kz сайтында. Өлдеген желден шаршадыңыз ба? Әйнектеріңіз жабылмай ма? Балаларыңыздың қауіпсіздігі үшін алаңдайсыз ба? Ремонт Окнопласт көмекке келеді. Сервистік қызмет көрсету және пластикалық терезелерді жөндеу сапа кепілдігімен жасалады. Еңістерін орнату, резинкесін, шыныларын, терезе жақтауларын, тұтқаларын, пластик табалдырықтарды ауыстыру. Павлодар, Ақсу қалаларында диагностика жасау тегін. Жақын маңдағы ауылдарға 1000 теңге. Ремонт Окнопласт шарттары ең қолайлы. 2 немесе одан да көп терезелерді жөндеу кезінде терезе бекіткіш пен механизмдерді тазалау сыйлыққа ұсынылады. Сонымен қатар зейнеткерлер мен жәрдемақы алушыларға -10% жеңілдік қарастырылған. Тегін диагностикаға өтініш пен жұмыскерлерді шақыру ыңғайлы уақытта. Анықтама телефоны 8747 816 1902. Ремонт Окнопласт. Көмектесеміз, жақсартамыз, оқшаулаймыз. Еуразиялық топтың кәсіпорындары болашақ техникалық маман иелеріне әрқашан ерекше көңіл бөледі. Атап айтқанда, Қазақстан алюминий акционерлік қоғамының колледж студенттерінің өз дағдыларын шыңдау үшін барлық жағдайды қарастырады. Ұстаз бен шәкіртке қандай қолдау көрсетілуде? Толығырақ әріптесім баяндайды. Бұдан бұрын РЖ мен облыс әкімдігі арасында өзара меморандумға қол қойылған болатын. Сәйкесінше Қазақстан алюминий акционерлік қоғамы бөлген 20 миллион теңге барынша игерілуде. Кәсіпорынның қаржылық қолдауының арқасында Павлодар монтаж колледжі биылғы оқу жылында дәнекерлеу цехына қажетті жабдықты сатып алды. Біз барлық қажетті заттармен жабдықталған дәнекерлеу полигондамыз. Мұнда қолмен доғалық дәнекерлеу, түзеткіш, жартылай автоматты дәнекерлеу, металл кесуге арналған оттегі кескіштер бар. Қазақстан алюминий акционерлік қоғамының арқасында біз бұл жабдықты сатып алдық және өндірістік оқыту сабақтарында қолданамыз. Нәтижелерде жоқ емес. Мәселен, студент Кирилл Богданов RG Skills кәсіби шеберлік байқауында жеңіске жетті. Ол Хромтауда өткен болатын. Республикалық сайыста еліміздің түкпір-түкпірінен келген 14 колледждің оқушылары өзара бақ сынасты. Мен бұл конкурсқа ұзақ уақыт дайындалдым. RG компаниясы ұсынған жабдықта біліктілігімді шыңдадым. 3-4 ай көлеміндегі еңбек өз жемісін берді. Кирилл Богданов дәнекерлеу ісімен 3-ші жыл көлемінде айналысып келеді. RG Skills'те жеңіске жеткеннен кейін ол шетелде 2 апталық тәжірибеден өту мүмкіндігіне ие болды. Жас шебер Қазақстан алюминий акционерлік қоғамында мамандығы бойынша жұмыс істеуді жоспарлап отырғандығын жасырмады. Я выбрал именно Беркута, потому что мне эта птица нравится. Она величественная, тем более это наш символ Казахстана. Делал я, получается, изначально скелет данной птицы. Количество около 1000 перьев. Плюс у нас еще будет поставка в виде дерева. Так что будем думать, что займем первое место. Колледж басшысы өз түлектеріне сенімді екенін жеткізді. Дуалды оқытудың арқасында олар өндірісте өздерін жайлы сезінеді. Тәжірибе RG кәсіпорындарында өтеді. Меморандум шеңберінде сатып алынған жабдықтар өте қажетті болып саналады. Бұл білікті мамандарды даярлауға мүмкіндік береді. Біздің оқу орнымызды бітірген түлектер Павлодар алюминий зауытына жұмыс жасауға одан да сенімді түрде бара алады. Қазақстан алюминий акционерлік қоғамы осы оқу жылында инновациялық Еуразия университеті жоғары колледжіне де қолдау танытты. Демеушілік көмектің арқасында аудиториялар арнайы үстелдермен және стендермен жабдықталды. Олар техника, энергетика мамандары, электромонтерлер және электрослесарлар дағдыларын шыңдайды. 2020 Қазақстан алюминий акционерлік қоғамы 2022 жылдан бері колледжге үлкен қолдау көрсетіп келеді. 10 миллион теңге демеушілік қаражатқа арнайы құрал жабдық сатып алды. Аталмыш құрал болашақ мамандықтарының біліктілігіне үлкен көмегін тигізеді. Қазақстан алюминий акционерлік қоғамы тау-кен металлургия саласына қажетті кадрлар даярлайтын оқу орындарына да қолдау көрсетеді. Нәтижелерде жыл санап артып келеді. Колледждердің көптеген түлектері бүгінгі таңда Еуразиялық топ кәсіпорындарында табысты еңбек атқаруда. Бекбол Мырзахан, Азамат Айтқалин, Станислав Кекин, Максим Носков, Ирбес телекомпаниясы.
Павлодар өңірінің студенттері арасында ең үздік дәнекерлеуші атты конкурс өтті. Ауқымды дода аясында жас дарындар бірегей металл туындыларын дайындап, қазылар алқасын таң қалдырды. Түсті металлургия колледжінде 14 білім ордасының үздік студенттері бас қосты. Болашақ дәнекерлеушілер 50-ден астам металл туындыларын дайындаған. Бірі-бірінен асқан сайыста әркімнің өзіндік стилі байқалуда. Данил Романов бірнеше жарыстардың жүлдегері болғандықтан өз ісінде биік белестерді бағындыруды арман қылады. Мен жақында ғана World Skills аймақтық конкурсында жеңімпаз атанған едім. Енді ұлттық финалға барамын. Әрі қарай заманауи білдектермен жұмыс жасағым келеді. Өндірістік оқыту шеберіне дейін өскім келеді. Металдан жасалған арқар мен қасқыр портреті. Дәнекерлеуші студенттер тек пісіру тәртібін орындап қана қоймай, жасампаздық танытуға асық. Сондықтан қазылар алқасына үздіктерді анықтауға өте қиын. Бірнеше жыл бұрынғы дода мен қазіргі бәсеке жер мен көктей, дейді төрешілік ететін білікті мамандар. Бірінші біз басталғанда 2015 жылда басталғанда біз гүлдерден, көбелектерден, инеліктерден бастаған. Қазіргі кезде уже міне көріп тұрсыздар өздерің әр нәрсенің істері оңға болсын, бәрдері негізі жүлде алсын. Өте жақсы жұмыстар. Құттықтаймын бәрін. Әр колледждағы келген оқушылардың ойлары асырып, жұмыстары көтере берсін. Көптеген күш жұмсалған мұндай металл конструкциялардың әрбіреуі жекелей сыйлыққа, жеке жеңіске лайықты. Сондықтан үздігін анықтау бірқатар уақытты қажет етеді. Айту керек, колледж студенттері дайындаған ең мықты туындылар Павлодардың көшелерінде орналасады. Айтмұхамбет Айғожа, Дархан Бегешев, Артем Буланов, Станислав Кекин, Ирбис телекомпаниясы. Елде қайта өңделген және консервіленген көкөністердің өзі қымбаттап кеткен. Статистика мәліметтермен әріптесім Дархан Бекешев бизнес жаңалықтарында бөлісуге дайын. Сөз өзіңде. Рахмет әріптес, кеш жарық. 2023 жылғы мамырдағы жағдай бойынша Қазақстанда қайта өңделген және консервіленген көкөністердің бағалары бір айда 1,4%-ға, ал жылдық есепте 24,6%-ға қымбаттаған. Өткен жылы өсім 16,7-ні құраған еді дейді Energy Prom KZ порталы. Өңірлер ішінде Батыс Қазақстанда ең үлкен өсім тіркелген 43,4%. Ал біздің Павлодар облысында қайта өңделген және консервіленген көкөністердің бағасы өткен жылмен салыстырғанда 24,8%-ға арта түскен. Өзге жаңалықтарға көшсек, мега сауда үйінде Беларусь фабрикасының жаңа жиһаздарының сұрыпталымы ұсынылуда. Корпустық жиһаз сан алуан түрі бар. 30, 40, 50% жеңілдіктер бар. Асығыңыздар, түрлі модельдерді 2 жылға бөліп төлеуге болады. Сонымен қатар облыс бойынша 150 шақырымға дейін уақытша тегін жеткізу қызметі қолжетімді. Сауда үйі Назарбаев даңғылы мен Торговая көшесінің қиылысында трамвай депосы аялдамасында орналасқан. 12 месяцев Павлодар құрылыс дүкенінде 50 мың теңге үшін баспана атты ауқымды акция өтуде. 6 миллион бонус, 6 қала, 6 пәтер. Науқанға қатысып бағыңызды сынау үшін 50 мың теңгеден астам тауарларды сатып алу қажет. Купон бірден сол сомаға сәйкес дүкен кассасында беріледі. Бұл ретте чектерді жинау арқылы қажетті соманы жинау деген жоқ. Және де банк мобильді қосымшалары және белгілі бір ұйым арқылы сатып алынған тауарлар бойынша ойнатылымға қатысуға болмайды. Толық ақпаратты келесі телефон арқылы білуге болады. 60 0067 немесе 12 МБПВЛ Instagram аккаунтында. Ал Торговая 2 бөлшек 4 мекен жайы бойынша 1150 шаршы метрлік ғимарат жалға ұсынылуда. Жылу, жарық, күзет, ыңғайлы кіреберіс жолдары барлығы ескерілген. Әр шаршы метрі 1500 теңгеден. Сонымен қатар 20 және 27 шаршы метрлік тағы 2 кеңсе бөлмесі де жалға берілуде. Шаршы метр үшін 1700 теңге. Егер ұсыныстар қызық болса, келесі телефондарға хабарласыңыздар. 837 439 6802 және 837 394 0214. Соңында валюта бағамына көз жүгіртейік. Павлодардағы айырбастау пункттерінде доллар 451, евро 488 теңгеден, ал рубль 5 теңге 45 тиыннан сатылуда. Бүгінге осы, сөз кезегі өзіңізде, әріптес. Дархан, рахмет. Жағалаудағы спорт алаңдары күрделі жөндеу жұмыстарынан өтеді. Бұған 18 миллион теңге қаражат бөлінген. Енді Павлодарлық жағажай аяқ допшылары су жаңа ойын алаңдарында шынық алады. Толығырақ әріптесім тарқатады.
Қазақстанның үздік командасы мен ТМД-дағы ең мықты құрамалардың бірі Павлодарлық Арманның үй аренасы қайғылы кейіпке енді. Трибуналардың барлығы сынып, жерден денсаулыққа кесіні тигізетін қауіпті темірлер шығып жатыр. Қалалық спорт бөлімінде жаңарту жұмыстарын жүргізіп жатқан мердігер табылды. Барлық трибуналар, жоғары бөлік барлық жақтар жаңартылады. Жағажай футболына арналған жаңа стадион сияқты болады. Жөндеу мерзімі 1 ай. Мердігер айдың соңына дейін аяқтауды жоспарлап отыр. Орталық жағалаудағы спорт алаңдарына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілмек. Бұл ретте байқау ұйымдастырып мердігер анықталып, жұмыс жақын арада басталады. Айта кетсек, стадион 2013 жылы құрылған. Жыл сайын ағымдағы жөндеу жасалып, ойын алаңы жаңартылып отырса да, нысанға түбегейлі өзгеріс қажет. Ал мамандардың айтуынша, жаңартудан кейін футбол алаңы өзгеше кейіпке енеді. Айгерім Талғат, Александр Колесников, Ирбис телекомпаниясы. Павлодарлықтар Ладырская көшесін абаттандыруды сұрайды. Көрермендердің сөзінше жолға асфальт жабынын төсеу керек, ал қоқысты 1 апта көлемінде шығармауда. Бейне біздің мобильді қосымшаға келіп түскен екен. Зер салайық. Конечная Камзина и получается вот Ладожская. Я не знаю, когда дойдет сюда цивилизация. Здесь очень много народу живет. На той стороне это вообще ужас. Оттуда люди идут пешком. Машины. Здесь зимой вообще невозможно проехать. И летом здесь, когда дождь, тут вообще грязь полная. И потом, второе, мусор уже не вывозят неделю, наверное. Это вообще ужас. Люди как будто здесь вообще забытые Богом. Так что, не знаю, акимат, предпринимайте меры, будьте добры. Вот такую нам установили баскетбольную площадку. И 2 часов не прошло, как отпало кольцо баскетбольное. Сейчас хочу вам показать детскую площадку. До сих пор ничего не сделано. Крупный мусор за собой не убрали. Лежат и бетона. Приходят, смотрят, но никто ничего не убирает. Назарбаева 291, Назарбаева 293. Вот качеля у нас такая. А всегда на ней катались дети, всем нравилось. Теперь вот такая качелька. Просьба тоже сделать нам эту качелю, если можно. Вот рядом. Одна вообще оборванная, одна есть. Спасибо. Вот смотрите, садоводство Металлург. Никому дела нет. Бежит вода, зато будут деньги снимать потом с дачников. Вот напротив дома, 247 дом Сатпаева, свет горит среди бела дня, время без 10:02. 13:50 время, свет горит среди бела дня, никакой экономии. Павлодар тұрғыны қазылып уақытында абаттандырылмаған Щедрина және Украинская көшелерін ретке келтіруді сұрайды. Бұл жағдайға бірінші топ мүгедегі Виктор Завьялов назар аударып, біздің редакциямыздың көмегіне жүгінді. Толығырақ коммуналдық ақпар айдарында. Виктор Завьялов оның көшесінде қазба жұмыстарын нақты кім орындағанын білмейді. Қазір ауладан шыға салысымен қазылып, дұрыс шабылмаған шұңқырларға тап боласын. Жұмыстардан кейін абаттандыру жүргізілмеді. Мини көшесінде жаяу жүргіншілер жолы ретке келтірілсе, Щедрина және Украинскаяда сол қалпы тұр. Жолдың өзі жабық. Мұнда не такси, не жедел жәрдем келе алмайды. Бұрын жаяу өткелі болған, қазір оны алып тастады. Қала тұрғыны біздің арнайы айдарымыз арқылы жөндеу жұмыстарын орындаған мердігерді мәселеге назар аударуды сұрайды. Сондай-ақ жергілікті шенеуніктерге де үндеу жасады. Жоспарлы жұмыстарға көшсек, Алпауыт ақпараты бойынша маусымның 16-сы Хромзауыт және Лесозауыт ауданының тұрғындары жарықсыз қалады. Мамандар электр құралдарының күрделі жөндеу жұмыстарын орындайды. Уақыты таңғы 9-дан кешкі 19:00-ге дейін. Бұдан бөлек Павлодардың Химқалашық ауданындағы Айманов 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 52 мекенжайында орналасқан үйлер уақытша жарықсыз қалады. Жөндеу жұмыстары 17:00-ге дейін жоспарланған. Сондай-ақ маусымның 16-сы Дүйсенов көшесінде осындай жұмыстар орындалады. Кестеде көрсетілген жеке сектор үйлері 16:00-ге дейін жарықсыз қалады.
Халықаралық дәрігерлер күніне орай Ирбис телекомпаниясының абзал жандар арнайы репортаждар бөлімі жалғасын табуда. Алғысымен наразылығы қатар жүретін мамандық иелері өз оқиғаларымен бөлісуде. Тәулік бойы адам өміріне араша болатын кезекті кейіпкеріміз жайлы алдағы бейне материалда. Нөмір 3 қалалық ауруханасы хирургия бөлімінде тәулік бойы науқастар халаттылардың жіті бақылауында. Мысалы, Ерасыл Мырзаханов аталмыш медициналық орталықта 7 жылдан бері қызмет етіп келеді. Қызығымен шыжығы қатар жүретін бұл сала бала күнгі арманы екенін атап өтті. Әртүрлі жағдайлар болды, сол кезде өзім бір операция жасап адамдарды құтқарғаннан сол бір мамандықтың ләззатын сезініп, өзіңе деген бір қуаныш сезімі болады. Сол себепті өзім осы хирургия мамандығын таңдадым. Жалғыз хирург, ол хирург бола алмайды. Өйткені хирургтың қасында әрқашанда операцияны хирургтың жалғыз жасамайды. Ол қасында әрқашанда ассистент болады. Ол хирургтар бір-біріне осылай әрқашанда көмектеседі. Ерасыл Мырзаханов осы уақыт аралығында мамандық таңдауда қателеспегенін айтып өтті. Бұл ретте тәжірибелі дәрігерлер үнемі қолдау көрсетті дейді. Бүгінде өзі де жас студенттерге үлгі болуда. Қолымыздан келгенше көмектесуге тырысамыз. Жаңағы қарапайым аппендицит болсын көрсетуге тырысып, қолымыздан келгенше үйретеміз енді. Сол бізді үйреткендей, бізді үйретуге тырысамыз. Өйткені кез келген интерн болып келгенде де бізде де сол барлығы аппендициттан, жаңағы флегмона, іріңдік ашудан басталады хирургия. 7-20-25 бағдарламасы аясында нөмір 3 қалалық ауруханасы алғашқы жарна беріп, ол бір бөлмелі пәтер алған. Ал сұхбат аяқтала салысымен дәрігер өз жұмысына асықты, себебі мұнда әр сәт маңызды. Тархан Бекишев, Альфия Умарова, Станислав Кекин, Ирбис телекомпаниясы. Павлодар облысының студенттері атыс тактикасы, автоматты жинау мен өзге әскери тапсырмалар бойынша сайысқа түсті. Бұл өңірімізде өткен жау жүрек бірегей жобасы аясында ұйымдастырылды. Бұдан бөлек жастарға арналып кинолог офицерлер дәріс сабақтарын өткізді. Борышын өтеуге құлшыныс болу үшін әскерге деген қызығушылық жоғары болу керек. Бұл ретте кинолог офицерлер дайындаған арнайы қойылым жас студенттер үшін ерекше әсерлі болды. Иттер күрделі тапсырмаларды орындады, яғни шартты қылмыскерді ұстап, тіпті есірткінің жасырын орнында іздеп тапты. Конвоирую в опорный участок. Посмотри. Попробуй убежать. Она у вас на двух языках пользуется, да? Хорошо, молодец. Хорошо. Күн сайын бұл иттер әскерилер мен тәртіп сақшыларына қылмысты алдын алуға және ашуға, азаматтардың тыныштығын күзетуге, патрульдік қызметкерлермен бірге қаланы аралауға көмектеседі. Студенттердің бірі кинологтардың қызметіне қызықса, өзгелері пейнтбол ойнап, тактика қыр-сырмен танысты. Колледж тәрбиеленушілер үшін жау жүрек облыстық турнирі естен кетпес шараға айналды. Маған ең қызық болғаны ол пейнтбол ойыны мен иттердің нелері, жаттығулары. Пейнтбол ойынында біз ойнағанымыз онда өзіңнің адреналиніңді көтересің бір жағынан, екінші жағынан шеберлігің мен шыдамдылығыңды дамытасың. Ал иттердің не істегені олардың ақылдылығы, нелерді преступник дейді ғой, соларды ұстауы барлығы қызық болды маған. Облыстық жау жүрек әскери патриоттық шарасына өңіріміздің колледждерінен 16 құрама жинақталған, жалпы 80 оқушы тіркелген, қатысушылардың жасы да әдейілеп таңдалып отыр дейді ұйымдастырушылар. Әскери тактикалық турнир жау жүрек бұл жастардың арасында өтіп жатыр. Яғни 16-21 жастағы ер адамдардың арасында өтіп жатқан турнир болып табылады. Неге осы жас аралығы? Себебі әскери борышын өтейтін балалар осы жастағы шамалас болып табылады. Сондықтан да патриоттық тәрбие беру және де алдын ала дайындау мақсатында ең басты сондай мақсат болып табылады ғой бізде. Сондықтан да осы турнирді өткізіп жатырмыз. Сонымен қатар жас студенттер әскери шатырларды жинауды да үйренді. Офицерлер өз тәжірибесімен бөлісті. Айту керек, пейнтбол жарысының жеңімпаздары бағалы әскери сыйлықтарға ие болды. Тархан Бекишев, Станислав Кекин, Ирбис телекомпаниясы. Павлодарлық білім беру мекемесінде достық хауыз шарасы өтті. Жазға бейінді лагерь қатысушылары қазақи нақыштағы киімдерін киіп, ұлттық тағамдардан дәм татты. Сонымен қатар салт дәстүрлерден үзінділер көрсетілді.
Мектепшілік лагерь кіші сынып оқушыларын ғана емес, сонымен бірге ортаңғы буындарды да назардан тыс шығармайды. Жасөспірімдер үйде құр босқа отырмай, бірнеше сағат көлемінде қызықты үйірмелеріне қатыса алады. Мұнда қалаған салаңыздың бәрі қамтылған. 24-ші жалпы орта білім беру мекемесі бүгін Достық хаус шарасы аясында бас қосты. Осы тақырыбын таңдаған себебіміз әр ұлттың бірге достығын көрсеткіміз келеді. Бүгін біздің оқушылар қазақтың салт дәстүрлері, киімдерін, тағамдарын және тағы да басқалары көрсетеді. Оқушылар ұлттық киімдерін киіп, бауырсақтан және тағы да басқа тағамдардан дәм татты. Әсіресе домбыраға қызығушылық жыл сайын артып келеді дейді мамандар. Балалар бірқатар күйлерді меңгеріп үлгеріпті. Осы домбыра үйірмесінде маған келіп жүрген балалардың саны 20-дан асады. Олар енді қазақтың халық күйлерімен бірге Әбілмір Желдібаевтың Ерке сылқым, Еңсеповтың бал бөбек, болмаса Құрманғазының бал бұрауын енді жаңадан саран жапты дайындап жатырмыз. Бірақ бізде енді алғашқы бастағанда көбі қазақтың халық әндері мен күйлері жетерлік. Бейінді лагерде көптеген қызықты ақпаратты білуге және жаңа достар табуға болады. Тіпті өз талантыңызды паш ете аласыз. Сәйкесінше бағыттар әртүрлі. Бірі спортпен айналса, өзгелері вокал, би, сурет салу шеберліктерін шыңдайды. Сонымен қатар түрлі байқаулар да үнемі ұйымдастырылады. Бекбол Мырзахан, Бибінұр Хамитқызы, Александра Петрова, Александр Колесников, Ирбес компаниясы. Студияға спорт жаңалықтарымен Айтмұхамбет те келіп үлгерді. Қош келдің, бүгін қандай ақпаратпен бөлісесің? Сәлеметсіз бе, павлодарлық Назар Жантасов және Айсұлтан Сағынбек спорттық акробатикадан әлем кубогының қола жүлдегерлері атанды. Кезеңдердің бірі Польшада өз мәресіне жетті. Басқа да ақпарат спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз. Всем здравствуйте! Сегодня твой день, и мы начинаем работу в прямом эфире. Тікелей эфирде жақындарыңызға сәлем жолдап, туған күнімен құттықтап, жай ғана бүгінгі күніңіз қалай өтіп жатқанымен бөлісе аласыз. По будням с 13 до 14:00. Поздравления, розыгрыши, викторины и необычные гости. Звоните 55 76 40 или бежит в залты 40 номеріне хабарласыңыздар. Делитесь своим настроением. Алло, сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе? Пусть твой день станет лучше вместе с телекомпанией Ирбис. Сенің күнің тек қана жақсылыққа толы болады. Павлодарлық хоккейшілер трансферлік терезеде белсенділік танытуда. Кейбір спортшылар ішкі чемпионаттан бөлек европалық командаларға ауысып жатыр. Толығырақ алдағы сюжетте. Ертіс басқа командалардан қарағанда әзірге мықты ойыншылармен күше алмауда. Қазір клуб сапына капитан Диас Атаханов және Юсуп Асуханов оралды. Павлодарлық хоккей мектебінің бірнеше ойыншылары сырттағы чемпионатта бақтарын сынап көреді. Александр Своеволин Петропавл қаласындағы құлагер намысын қорғауда. Максим Павленко болса, жоғары хоккей лигасына ауысты. Данил Бутенко мансабын Беларусь Республикасында жалғастырады. Давид Макутский Германияның Фрайбург ұжымына шақырылды. Екібастұз түлегі Абай Маңғыспаев болса, барыспен келісімге келді. Екібастұз спортшылары құрлықтық доданы керемет нәтижемен аяқтады. Биыл Азия чемпионаты Қырғызстанда ұйымдастырылды. Оған 13 елдің өкілдері қатысты. Дода қорытындысы бойынша Арина Абдулина 49 келі салмақта. Ал тағы бір жерлесіміз София Змазнева 64 келіде күмісті місе тұтты. Бұл Қазақстан жастар құрамасының ең үздік нәтижесі. Бұдан бөлек Павлодарда қыздар арасында волейболдан облыстық спартакиада өтті. Ауқымды жарыс негізінен ауыл мен ауданның нәзік жандылары үшін өздерін көрсетуге керемет мүмкіндік болды. Павлодар облысында волейбол спорты жаңа белестерді бағындырып жатқанына елдер арасындағы спартакиада дәлел болды. Биыл додаға қатысуға ниет білдірген ауыл мен аудан командалары көп, жалпы бас жүлде үшін 11 ұжым талас жүргізді. Арулар елді мекендерге де көңіл бөліп, жарыстар жиі ұйымдастырылып жатқанын тілге тиек етті. Соңғы уақытта волейбол ойыны енді ерекше өз жеке басым, мысалы тренировкаларға барып,
әуесқойлар деп жатсыз ғой, жеке бір турнирлар өте жиі өткізіледі біздің облысымызда. Өте қуаныштымын осы ойынға көңіл бөліп дамытып жатқанына, спорт саласына алғысымыз шексіз. Әуесқой спортшылардың көбісі күнделікті өмірде ұстаздар мен ақ халаттылар негізгі жұмыстан тыс ауылдағы шаруа жетерлік дейді. Сондықтан дайындыққа уақыт табудың өзі ерлік дейді. Тартысты жарыста әр ойын бәсекеге толы болды. Жанкүйерлердің де қолдауы ерекше. Себебі спартакиаданың жыл сайынғы деңгейі артып келеді. Биыл осалға ұжым жоқ. Барлық аудандар тырысып, барын салып, жарысқа өте белсенді қатысып жатыр. Біз жалпы өзіміз ризамыз, командамызбен өте тартысты ойындар болды. Алғысымызды білдіреміз. Осы спартакиаданы әр жыл сайын ұйымдастырып жатқан ұйымдастырушыларға алғысымыз шексіз. Жарыс қорытындысы бойынша Шарбақты ауданының нәзік жандары қола жүлдегер атанса, күміс Тереңкөлдік аруларға бұйырды. Ал Павлодар ауданы қыздар құрамасы спартакиаданың чемпиондары атанды. Павлодарлықтар елдің ең мергендері атағын қорғай алды. Асық атудан Қазақстан чемпионаты Көкшетауда өз мәресіне жетті. Ертіс өңірінің спортшылары сенімді 5 жеңіске жетті. Финалда жерлестерімізге сәттілік жетіспеді. Аймақ спортшылары күмісті місе тұтты. Бұл уақытта павлодарлық ақсақалдар дойбы ойынынан тартысып жатыр. 80-ді арқалаған қариялар бос уақытын шахмат үйінде өткізіп, интеллектуалды ойынмен айналысады. Қалалық турнирге 70-80 жастан асқан қариялар мен кейуаналар қатысуда. Олардың сөзінше зейнеткерлер үшін бұл дойбы үйірмесі таптырмас мүмкіндік. Мұнда олар бір-бірімен әңгіме дүкен құрып, бос уақытты өткізе алады. Біздің көптеген ардагерлеріміз, қарттарымыз үйде отырады, ешкіммен араласпайды. Олардың жақын достары диванда күні бойы сонда жатады. Менің ойымша қазіргі уақытта біз 70 жастан асқан адамдар қозғалыста болуымыз керек, көбірек жүріп, қатарластармен араласып, спорттық шараларға қатысуымыз керек. Бізге дойбы ойыны өте қызық, қуана келіп ойнаймыз. Ал дойбыдан өтіп жатқан турнирге жас бүлдіршіндерді де қосты. Олар бір-бірімен тәжірибе алмасып, жастар мен қарттар арасында алтын көпір құруда. 8 жасқа толмаған спортшыларымыз қатысып жатыр, 10 жас. Қазір барлығы бірге үлкендермен ойнаған себебі бұлар қазір тәжірибелерін арттырып жатыр. Өздеріңіз білесіздер, үлкен кісілер енді мықты ойнайды, но бұл мектеп оқушыларымыз, бұларда кәсіби барлығында спорт разрядтары бар. Ардагерлердің көп ұзақ уақыт бойы бұл спортпен айналысып келеді. Қарт адамдар үшін интеллекті дамытып, бірдей дәрежеде ұстап тұру пайдалы. Мұндай тәжірибе зейнет жасындағы адамдарды көптеген аурулардан сақтайды. Сондықтан дойбымен үздіксіз айналысып жатқан аталар қатарластарында спортпен шұғылдануға шақырады. Астана қаласында ерекше балалар арасында бочадан Қазақстан чемпионаты ойындары өтті. Ел біріншілігіне қатысқан Павлодар облысының параспортшылары жоғары деңгейде өнер көрсетті. Жүлделі орындармен оралды. Павлодар облысында боча ойыны соңғы жылдар ерекше дамып келеді. Мүмкіндігі шектеулі жас өспірімдер мен балалар үшін параспорттың бұл түрі үлкен қуаныш әкеліп ынта жігер береді. 18 жасар Дария Иманбек солардың қатарында. Бойжеткен жақында ғана Павлодардағы сайыста үздік атанып, енді ел біріншілігінде де топ жарды. Мәқім жеңіл болды, не ұнайды мәқім боча. Бізге топ 5 болушы еді. Мен осы Павлодардың бірінші орын алғанмын. Екінші қатыстым. Ерекше білім беру қажеттілігі бар жас спортшыларымыз Астанада өткен балалар паралимпиадасы мен бочадан Қазақстан чемпионатында 18 адамнан тұратын құрама болып қатысып, қос сайыста барлығы жүлделі орындарға ие болды. 400-ден астам қатысушы арасында жүлдеге ілігу орны бөлек нәтиже дейді жетекшілері. Сайыс аясында Золотых Николай, Козлова Милослава, Кудинова Ульяна, Сафронова Алина, Виктор Кожевников, Құрмантаев Александр чемпион атанса, Ахмади Әмірхан, Достаев Ернұр, Қанафина Жансая, Сержан Дінмұхаммед пен Абраев Әмір күміс жүлдегер болды. Балалар екінші рет осы жарысқа екінші мәрте қатысып отыр. Өткен жылға қарағанда біздің балалардың жаңағы ойында көрсеткен нәтижелері өте жақсы болды. Яғни бұл бізде күнделікті тренировкаларымыздың нәтижесі болды. Және бізде жалпы балалардың жақсы нәтижелері бар. Сонымен қатар ауқымды жарыста Нұрғазина Даяна, Готфрид Андрей, Масалимова Аянат, Қуандық Олжас, Армантаева Аружан, Мирзакулова Елизабет қола медальдерге ие болды. Қазақстан чемпионатынан оралған парад спортшылар дайындыққа кірісіп, өңірлік сайыстарға дайындалуда.
Спорт әлеміндегі жаңалықтар осындай болды, алайда біз сіздермен қоштаспаймыз. Қазір арнайы ақпараттық бөлім жаңалықтарын назарға ұсынамыз, арнамыздан ауыспаңыздар. Күннің басты оқиғалары осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Айтмұхамед Айғожа және де Бибинұр Хамитқызы. Жақсы күндерде жолыққанша.